Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге кешкі Астана бейнесі бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ариф Бауыржан. Алдағы жарты сағат бойы өздеріңізбен бірге болам. Бүгін біздің студиямызда қонақта әлі 2006 жылғы чемпион атанған аграрк сарбаздарының қазіргі ойыншысы, белді ойыншысы, капитаны, қазақтың сары домалақ сары баласы Максим Жорауұлы бүгін біздің студиямызда қонақта. Кеш жарық, құрметті телекөрермендер, кеш жарық Бауыржан. Ал енді Максим мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сізге алғашқы қоятын сұрағым, жалпы сіз негізі ұлтыңызға байланысты айтылып жүрген әңгімелер өте көп. Ол енді бір шындығын сіздің өзіңіздің аузыңыздан естісем. Иә, мен кәдімгі қарапайым орыстың жігітімін. Әкем орыс, шешем орыс, өзім де орыспын. Мен кішкентай кезден балабақшадан бері қазақша үйрендім. Мектепте де қазақша оқыдым, колледжде де қазақша бітірдім. Қазіргі таңда енді көп тілді группада оқып жатырмын. Негізі өзім тілді үйренгенді өте қатты жақсы көремін. Өзім 6 тіл білемін. Сосын камераңызды бітіп тұрсаңыз, екеуміз есеміз. Ал енді Максим мырза, аузыңыздан шығып жатыр, 6 тіл білемін дедіңіз, е? Жалпы осы тілдерді жаттап, тілдерді үйреніп, жаңағыдай тәжірибелік қолданып, сөйлесіп, қай уақытта үлгеріп жатасыз осының барлығы? Мен негізі өзім шетел азаматтарын өте қатты жақсы көремін. Шетелдің жігіттерімен дос болғам. Қазіргі таңда мен ауған тілін үйреніп жатырмын. Ауған тілі өте парсы тілі дейді, өте оңай тіл. Мысалы, кез келген ортада өмір сүрсе, мысалы, сол уақытта тез дамисың, например. Мысалы, екі жігіт бар, екі жақтап әңгімелері қызық, сосын сұрайсың, не деп жатсың, не айтып жатсың. Сосын олар мағынасын түсіндіріп береді, сосын бір оны жаттап алып, өздеріне айтсаң, өздері риза болып қалады. Солар риза болсын деп, например, жаттайсың, өзің бір ынта болады. Және өзімнің құлшынысым бар. Сондықтан да маған өзім тіл жаттаған өте ұнайды. Жалпы енді, мысалға, сізбен бірге жайдарман ойын бастаған, керемет үлгі сыйлап жүрген азаматтар өте көп, е? Иә. Бірақ енді сіз білмеймін, енді өзге ұлттың әрі қазақ тілінде сөйлегендіктен бе, сіз жалпы соған ғана тез танылдым деп ойлайсыз ба, әлде бұл өз өнерімнің жалпы жетістігі деп санайсыз ба? Иә, ол түрге де байланысты, өз өнерінің жетістігі барлығы бар ғой ол жерде. Негізі менің түрім ерекше түрлердің бірі болып есептеледі, өйткені ол қарапайым халыққа тез жатталатын түрлердің бірі. Мысалы, негізі қазақтар негізі қара домалақ, көзі қара, солай дейді ғой. Негізгі бұрынғы қазақтар негізі түрі мен сияқты болған екен. Көз сары, шаштары сары, кәдімгі көздері көк, кәдімгі қазақтың үлкен кереметтей жігіттер болған дейді, кереметтей батырлар болған дейді. Бірақ сол 18-16 ғасырдың соңында ма, қай ғасырда екені әлі есімде жоқ. Шыңғыс ханның шапқыншылығынан кейін қазақ тұқымдары күрт өзгеріп, монғолид түрлеріне өзгерді. Сондықтан да түр туралы әңгіме айтып кеттім, ол туралы сұрақ болған жоқ. Негізі айтып жатқаным ғой, негізі тез жаттамды түрлердің бірі болып есептеледі. Ал енді Максим мырза, қазір мына елімізде, отанымызда өмір сүріп жатқан отандас, қандас бауырларымыз бар да, қаракөз қандас бауырларымыз, жалпы қазақ ұлтының азаматтары өз тілін жетік емес, тіпті білмей жататын да азаматтар бар. Енді сол азаматтарға не дей аласыз? Және тағы бір сұрағым, дүкенге кірген кезде, мысалы, бәрімізді нан сатып аламыз ғой, бәрімізге де керек. Сіз нанды сатып алатын кезде сіз орысша сұрайсыз ба, әлде қазақ тілінде, мемлекеттік тілде сұрайсыз ба? Бірінші сұрағыңызға қысқа нұсқа жауап берейін. Қазақ тілін білмейтін қазақтан гөрі қазақша білетін Максим артықты өзімді ішкі ұстамын. Ал енді магазинге кірген кезде, кез келген дүкендерге кірген кезде, орыс болсын, қазақ болсын, мен міндетті түрде қазақша сөйлеймін. Өйткені ол ана тілімізді құрметтеу керекпіз. Ал енді Максим мырза, біздің эфирге берілген уақытымыз өте тығыз болып жатыр. Бағдарламамызды қорытындылай келсек, жалпы сізге қоятын соңғы сұрағым, бүгінгі мынау студиямыз сізге ұнады ма? Иә, өте керемет студия. Бұл студияның атын, бұл бағдарламаның атын дала бағдарламасы деп қою керек, немесе общага жақ деп қою керек. Или Алия Молдағұлының алды деп қою керек па бұл бағдарламаны. Өте қызық бағдарлама. Келесі айдарларда, келесі бағдарламаларда және танымал керемет тұлғаларды көреміз деген сенемін.
және осы бағдарламаны үзбей көріңіздер деуге сіздерге айтамын. Кеңес беремін дейсіз Кеңес ғой. беремін, иә. Рахмет Максим мырза, бүгінгі уақытыңызды бөліп біздің студиямызға арнайы қонақ болып келгеніңіз үшін көп рахмет. Сізге рахмет. Жақсы сау болыңыздар. Сонымен құрметті көрермендер, бүгін бізде студиямызда қонақта болған белгілі жайдарманшы Максим Жоралұлы болатын. Келесі бағдарламаларда кездескенше.